оны орташа отта ысытамыз. Біздің ысыған қоспамызға шоколад құямыз. Араластырып суығанын күтеміз. Біз сливкиді ыдысқа қойдық. Енді блендерға салып араластырамыз. Біздің сливкиіміз дайын болды. Шоколадпен сливкиді араластырамыз. Достар, міне мен араластырып болдым. Ертеңге шейін морозильникке қоямыз. Дәмді болатын шығар. Достар, біздің құлпынай мен шоколад қосылған балмұздағымыз дайын болды. Салқын екен.